мен Мәскеуде Трамптың арнайы өкілі, яғни Стивен Уитков дейтін адам кездескелі жатыр. Бұл кездесуді Ресейдің тарабы сұратқан екен. Осыдан-ақ мәселенің мәнін түсінген шығарсыздар. Өйткені Ресейдің соңғы кездері геосаясатта, экономикада жағдайы тым нашарлап кетті. Бұны өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Санамалап тұрып, тізбелеп тұрып айтуға болады. Мысалы, Венесуэладағы Ресейдің ықпалы әлсіреді. Мадуроны Трамп барда тұтқындап, әйелі мен Мадуроны тұтқындап, өз еліне апарып соттап жатыр. Ал Ирандағы жағдайды көріп отырсақ, бұл да Иранда Ресейдің ең мықты халықаралық серіктестерінің бірі. Ирандағы ашынған халық билікті құлатуға әрекет жасап жатыр. Ашынған халықты тіпті Трамптың өзі қолдау білдірген болатын Иран халқына. Сонымен қатар Қытай Ресейдің осы кезге дейін алып келген электр энергиясынан бас тартты. Ал осы кезге дейін Ресейдің Қытай тарапына тыққыштап келген газын қытайлықтар оңайлықпен қабылдамады. Ал газ бен мұнайдан пайда көріп отырған Ресейдің экономикасы Европада сәтсіздіктен сәтсіздікке ұшырап жатыр. Өйткені Европа мемлекеттері Ресейдің арзан газынан бірте-бірте бас тартып жатыр. Осы кезге дейін сол газдан, мұнайдан түсетін пайдаға қалталарын толтырып келген Ресей экономикасы енді бұл экономиканы Әзербайжанға беруге мәжбүр сияқты. Өйткені әзербайжандық компания қазір Европаның мемлекеттеріне газ жеткізуді бастады. Енді европалықтар Ресейді айналып өтіп, Әзербайжан арқылы өз еліне газды тасымалдауды қолға алып жатыр. Сонымен қатар, мына жақта Ресейдің тағы бір танкерін америкалықтар басып алды. Қаншама танкерлер қуғындауға ұшырады. Бір сөзбен айтқанда, мына ашық мұхиттарда Ресейдің танкерлері, әсіресе санкцияға ілінген танкерлері америкалықтардың ашса алақанда, жұмса жұдырығында десек болады. Өйткені қазіргі кезге дейін Ресей тарапы тіпті бізге теңізшілерді, яғни ресейлік азаматтарды бізге босатпады деп америкалықтарға ренжіп жатыр. Енді қараңыздар, осындай оқиғалардың қарсаңында Ресейдің Америка тарапына кездесейік, осы келіссөзді жалғастырайық, Украина мәселесі жөнінде келіссөзді жалғастыруға деген ұмтылысын түсінуге болатын сияқты. Өйткені батырға да жан керек деген сөз бар қазақта. Ресей қанша жерден тыраштанса да, ол жақта адам шығыны болып жатқаны айтпаса да түсінікті. Адам шығыны болып жатқан халықаралық деңгейге шығып кеткенін тіпті білесіздер. Солтүстік Кореядан әскери көмекті алудың өзі Ресей армиясының қаншалықты деңгейінің қаншалықты екенін көрсетіп берді. Және Украинаның да жағдайы мәз емес. Жылдар бойы жалғасып жатқан бұл соғыс Ресей мен Украинаның экономикасын былайша айтқанда селдіретіп кетті десек болады. Адам шығыны да экономикалық қаншама инфраструктуралық қирап жатыр. Үйіндіге айналып жатыр. Тіпті егер бұл соғыс тоқтамайтын болса, Ресей мен Украина жерлері алдағы уақыттары таяу шығыс елдері сияқты қирандыға айналу мүмкін дегенде жорамалдар бар. Міне Путинде қанша жау жүрек болса да келіссөздерге баруға мәжбүр. Ал осындай оқиғалардың қарсаңында Трамптың өкілі енді Мәскеуге барып Путинмен кездескелі жатыр. Стивен Уитков деген адам. Келіссөздің немен аяқталатыны, Ресей бұрынғыдай қатып қалған талаптарды қоймайтын сияқты меніңше. Өйткені Ресейдің қойған негізгі талаптары бар ғой. Мысалы, бірінші талабын айтайықшы. Бірінші талабы бұл Украинадан басып алған Ресей территориясынан Путин бас тартпаймын деп отыр. Ресей әскері қан төгіп басып алған жерлерде мен бас тартпаймын деді. Бұл бірінші талап. Және бұл бірінші талаптан-ақ Украинаның бұл келіссөзді арман қарай жалғастыруға ниетсіз екенін көрсетіп берді. Өйткені украиналықтар айтып отыр, біздің 91 жылғы Кеңестер одағы құлағаннан кейінгі территориямызды қалпына келтіріп берсін, содан кейін ғана бейбіт келіссөздер басталады. Біз арман қарай дипломатия мәселесімен айналысатын боламыз деді. Ал Ресейдің қойып отырған бірінші талабының өзі Украинаның талабына қарама-қайшы десек болады. Екінші талабы бұл Украинаның НАТО-ға кірмеуі. Бұл айтпаса да түсінікті жағдай. Егер де Украинаның қауіпсіздігіне гарантия берілетін болса, білесіздер, Зеленскийдің өзі НАТО-ға кіруден бас тарту мүмкін екенін де ашық айта бастады. Өйткені қазіргі кезде Зеленскийдің де жағдай керемет деп айта алмаймыз. Европа мемлекеттеріне алақан жайғанымен,
Украинаның да жағдайы, оның жерасты байлығы саудаланып жатқаны күнделікті бір айтылатын жаңалықтардың біріне айналып бара жатыр. Өйткені америкалықтар болсын, европалықтар болсын, Украинаның пайдалы қазбаларына көз алартып отырғаны және капиталистік әлемде бұның қалыпты екенін де мойындауымыз керек. Сондықтан Украинада бұл соғысты тезірек аяқтауға мүдделі. Ал үшінші талабын айтсақ, өздеріңіз де жақсы білетіндей, Европа әскерлері, әсіресе Германия, Ұлыбритания және Францияның әскери контингенттері, жалпы Европаның әскери контингенттері Украинаның территориясын мүлде кетуі керек немесе келмеу керек деген ашық талап қойды Путин. Енді бұл талаптар әрине Украинаның заңды территориясы қалпына келтірілсе, Зеленскийдің өзі бұл талаптарды қабылдау әбден мүмкін. Өйткені Зеленскийдің басты қойып отырған талабы Украинаның ұлтарақтай жерін бермеймін деді. Енді көрейік, Трамптың өкілі Стивен Уитков дейтін адам Мәскеуде Путинмен кездеседі. Бұл кездесудің үтір нүктесіне дейін бұқаралық ақпарат құралдарына жарияламаса да, немен аяқталғаны, өзгеріс бар ма, жоқ па, Путин өз ойынан айныды ма, айнымады ма, немесе соңғы болып жатқан жағдайлар Ресейдің экономикасын селдіретіп кетті ма, кетпеді ма, Путин өз ойынан бас тарта ма, тартпай ма деген сияқты мәселелерді ашық көрсетеді. Әйтеуір жалпы жобасын білетін боламыз Путиннің.